Ежелгі адамдар терімшілікпен және аңшылықпен айналысқан. Жеміс жидектер теріп, жеуге жарамды өсімдік тамырларын жинаған. Терімшіліктен неолит дәуірінде егіншілік пайда бола бастады. Адамдар жерге түскен дәннен жаңа сабақтың шығатынын байқаған. Содан өсімдіктерге күтім жасап, өнім алуды үйренді. Адамдардың еңбегі өнімді болып, артылған өнімнен қор жинау мүмкіндігі туды. Тастан тас шапқы, қырғыш, кескіш сынды еңбек құралдарын жасауды үйреніп, оларды шаруашылықта пайдаланған. Осылайша, ежелгі адамдар үздіксіз еңбектенудің арқасында жануарлар дүниесінен бөлініп шығып, табиғатқа тәуелділіктен құтылған. Адамдардың топтасып тіршілік етуі, еңбек құралдарын жетілдіріп отыруы және отты пайдалануы эволюцияның басы болды. Осылайша, алғашқы қауымдық құрылыс, рулық қауым, тайпалық одақтар құрыла бастады. Ұзақ әрі күрделі даму кезеңінен өткен адамдар еңбек етуді үйренді. Өндіруші шаруашылықты қалыптастырып, металл өңдеуді игерді. Еңбек құралдарын, қаруларын жетілдіріп, өмірлерін айтарлықтай жеңілдетті. Ерте темір дәуірінде ауа райы өзгерді. Адамдар көшпелі мал шаруашылығымен айналысып, өмірлеріне үлкен өзгеріс әкелді. Малшылар мен егіншілер арасында өнім айырбасы болды. Темір дәуірінде сақ, сармат, үйсін, қаңлы, ғұн тайпалық одақтары құрылды. Олардың қоғамдық құрылымы мемлекеттік деңгейге жетті. Өркениеттің даму тарихында Ұлы Жібек жолының алар орны да ерекше. Ұлы Жібек жолы Қытай жеріндегі Хуанхэ өзенінің бойынан басталып, Қазақ жері арқылы Қара теңіздің солтүстік шығыс бөлігімен Еуропаға жеткен. Ұлы Жібек жолы сауданың дамуымен қатар рухани мәдениеттің, ғылым мен өнерде ерекшелік дамушылық байқалды. Осы жол арқылы миссионерлер өз діни ілімдерін таратты. Бүгінде Ұлы Жібек жолының қайта жаңғырту идеясы қолға алынып, Батыс Еуропа, Батыс Қытай трансқұрлықтық автомобиль жолдары салынып жатыр.